Сәлеметсіздер ме? Жоғары медицина колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Қонақбаева Айгүл Серікболқызы. Бүгінгі ұсынатын тақырыбымыз әлеуметтік теңсіздік, адам құқықтары және көмек бөлімі бойынша Ұлықбек Есдәулеттің «Қарапима» поэмасы. Тақырыбымызға сай шығатын оқу нәтижесі. Білім алушылар әдеби шығармада көрсетілген әлеуметтік қоғамдық мәселені талдай отырып, кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалау. Сабақ мақсаты: шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені талдайды, кейіпкерлерді шынайы өмірмен байланыстырады. Осы мақсатқа жету жолындағы бағалау критерийлері: көтерілген қоғамдық екі мәселені талдайды. Екі кейіпкерді шынайы өмірмен байланыстырып бағалайды. Шығарманың авторы Ұлықбек Есдәулет, яғни ақынның өмірбаянын жазған шығарма еңбектерін талдай отырып, классрум қосымшасында бүгінгі тақырыпқа сай сұрақтарға жауап беріледі. Осы тақырып бойынша ширату жаттығулары төмендегідей сілтеме бойынша орындалады. Ұлықбек Есдәулет, қазақ халқының белгілі ақыны. 1954 жылы Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Үлкен Қаратау ауылында дүниеге келген. 1977 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетінде журналист мамандығы бойынша білім алып шыққан. Сонымен қатар Горький атындағы әдебиет институтының жанындағы жоғарғы әдеби курстарының поэзия бөлімінің әдебиетші мамандығы бойынша бітіріп шыққан. Алғашқы қызмет жолын Шығыс Қазақстан облыстық газетінің редакторы, газет бөлімінің меңгерушісі, жазушы баспасының редакторы, жастар редакциясының редакторы, сын бөлімінің тілшісі, Жас Қазақ газетінің бас редакторы сияқты қызметтерді атқарып, Жалын жұлдыз журналдарының бас редакторы қызметін атқарып, 2018 жылы Қазақстан Республикасының Жазушылар одағының төрағасы болып сайланды. Ұлықбек Есдәулеттің қаламынан туған бірнеше шығармалар қазіргі уақытта әдебиетімізде өзіндік орнын алып отыр. Бүгін тоқталатынымыз солардың бірі «Қарапима» поэмасы. «Қарапима» поэмасы бойынша видеороликке назар аударайық. Қайда барасың, мен тастап, әке? Кетпеші қасымнан, әке! Әке, қасымнан кетпеші! Әке, көшеде достарым жүр, кішкене ойнайын. Қайда ойын осыласық. Адам ауыр өлеңдер атқан. Кішкене ойнап келінші. Қайда ойын? Барма тез қайда отыр. Орындан аулап қарашты.
Keldim ben. Keldim oğlum. Oğlum. Ya. Böyle. Kız. Ağırıp kalıp deydi kız. Ayıktın kavruğunu. Жақсы mısın? Жақсымын. Hadi. Саған ауылдан әкелген апаңның сәлемдемесі бар. Қазір. Міне, балам, көрші апаңның беріп берген бауырсақтары міне. Қазір. Қалай, өзің жақсы болып келесің бе? Міне ыстық сот бар. Саған беріп берген апаң. Маған ыстықтар ішіп алсын деді. Ыстықтар ішіп алсаң, ауруыңнан айығып кетесің құлыным. Қалай, жақсысың ғой, е? Құлыным, сен айтпақсың, менің саған әкелген бір сыйлығым бар. Қазір, мен саған әкелген үлкен бір сыйлығым бар. Қазір. Қазір, құлым, қазір. Mene karış kulum. Aybat emestir mene. Karış. Şimdi bakın gereği yok. Şimdi bakın kimanın gereği yok. Kulum, sen öyle varsa енді okulma kalmay. Ayağının soğumay canı var. Sana kaydasın kulum. Sen... Кеште баяғы пиманы сатыван тұрған үсіген екі аяғай кесілген екен балтырдан. Әке, шуды қойдың ба? Видеоны көріп болсақ, видео бойынша АБЦ әдісімен топтық жұмыс орындалады. Яғни жетелеу сұрақтары. Видеода көргендеріңіздей, видеодағы әкесінің іс-әрекетінен қандай әрекетті байқадыңыз? Баланың аянышты тағдырына кінәлі кім деп ойлайсыздар? Яғни бұл жерде топ толығымен оқиғаға арқау болған негізгі әлеуметтік мәселені анықтайсыздар. Екі қоғамдық әлеуметтік мәселені талдауымыз қажет. Ішімдікке апаруына ер адамның не себеп болды? Әкесінің баласы арасындағы қарым-қатынасы қандай екен? Баласы мен әкесінің арасындағы қарым-қатынастың бұзылуына не себеп болды? Баласының білімге құштарлығы, интернатқа оқуға баруына не кедергі болды? Баланың қара пимасының әкесінің алып кетуіне не түрткі болды? Баланың әкесінің артынан жүгіріп шығып үсік шалу себептері. Және де әкенің өкініші шығармада қалай суреттеледі? Ауруханада жатқан баласына келген әкесі не әкеп береді? Және де неге өкініп қатты кеш болады? Келесі тапсырмамыз әдебиет лотос әдісі. Бұл енді жеке жұмыс. Ерекше білім беруді қажет ететін топтағы балаларға берілетін тапсырма. Бірінші кестені толтырып, оқиғаға арқау болған кейіпкерлердің сөзін жазады. Ал жалпылама барлық білім алушының орындайтын тапсырмасы кейіпкерлердің іс-әрекеті мен қасиеттерін салыстырып, адамгершілік қасиетін, өмірге қызығушылығына кейіпкерге баға береді.
Беріліп тұрған кесте бойынша екі кейіпкер, яғни ұлы мен әкесі, екеуінің жеке сөздерін жазып шығасыздар. Ұлының істеген іс-әрекеті, әкесінің істеген іс-әрекеті, ұлына қысқаша мінездеме, әкесіне мінездеме, және де осы Қарапима поэмасында келтірілген қоғамдық мәселеге ұлының көзқарасы мен әкесінің көзқарасы. Әлеуметтік мәселеге ұлының және әкесінің іс-әрекетін осы кесте бойынша толтырып шығасыздар. Үшінші тапсырма қара жәшік әдісі. Бұл бізде топтық жұмыс. Топтық жұмыс әдісі сілтеме бойынша ашып орындайтын боламыз. Яғни ол жерде келтірілген мына кесте. Кестені толтыра отырып, кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып баға береміз. Яғни бала шығармада қалай беріледі? Баланың орнында сенің кейіпкерің болса, әкесі, әкесінің бейнесі және әкесінің рөліне өз кейіпкерлеріңізді қоясыздар. Енді өз кейіпкерлеріңіз бен баланың арасында қандай ұқсастық бар, қандай айырмашылық бар? Әкесі мен әкесінің орнында болған адамды қандай кейіпкер ретінде тани аласыздар? Қандай ұқсастығы, айырмашылығы бар екенін ажыратып кестеге толтырасыздар. Және осы тапсырманы қорытындылай келе, сенің пікірің қандай осы шығармадағы? Балаға деген қандай пікір білдіре аласыздар? Әкесіне деген қандай тұжырым жасай аласыздар? Кестені толтырып жұмыс жасаймыз. Енді кестені толтырып болсақ, келесі мәтін соңы жұмыс. Биографиялық поэма, яғни биопоэма әдісі. Белгілі бір анкеталық сұрақтар тізімі беріліп тұр. Әр білім алушы өз дәптерлерімізге мына сауалдарға жауап жазамыз. Бірінші, әркім өз есімімізді толық жазамыз. Екіншісі, мен қандаймын? Өзімізді сипаттайтын сөздермен, яғни сын есімдерді қолдана отырып, үш сөзбен өзімізге өзіміз мінездеме ретінде бейнелеп жазамыз. Үшінші сұрақ, сүйікті іс-әрекеттерім. Яғни қолымыз бос уақытта, сабақтан тыс уақытта құмартатын қандай үш әрекетіміз бар? Яғни үш қызығушылығымыз, хоббиіміз болса да осы жерге толтырып жазсақ болады. Төртінші сұрақ, мен осы өмірде неден қорқамын, неден сескенемін? Өмірдегі қорқыныш пен қауіптеріңіз. Бірнешеуін тізіп жазсаңыздар болады. Бесінші сұрақ, менің өмірлік қағидам, кредом. Яғни өмірде ұстанатын басты қағидам, ұраным қандай? Бір ұраныңызды алып талдап жазсаңыз болады, не болмаса бір қатарын тізіп жазсаңыз болады. Тақырып түсінікті болса, бүгінгі сабақ бойынша үйге төмендегідей тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші, Қарапима поэмасындағы кейіпкер мен мәтіндегі кейіпкерлерді салыстыру. Оқулықпен жұмыс жасаймыз бұл жерде. Оқулықта берілген мәтін үзіндісіндегі кейіпкер қандай адам? Және Қарапимадағы ұлы қандай адам, әкесі қандай адам? Үшеуіне сипаттама беру. Сабақ түсінікті болса, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.